Балалар, біздер балабақшаға келгенде бізді кім күтіп алады? Апай. Иә, тәрбиеші апайларымыз күзеткен ысқырығы күшті адам кім екен? Полиция. Жарайсыңдар балалар. Мамандығы кім адамның? Тәрбиеші, жарайсың. Бір сәтке көзімізді жұмайықшы ғана. Барлығымыз қараңғы болды ма, жарық болды ма? Қараңғы. Аспан әлемінде бір жұмбақ оқиға болып жатыр екен. Соны сендердің көргілерің келе ме? Аспанда өте суық болғандықтан ай өзіне көйлек тіктірмек болып тігіншіге келіпті. Тігінші айдың мойнын өлшеп алады да көйлекті пішіп тігуге кіріседі. Өтеліскен шағында ай көйлегін алуға келсе, көйлегі әрі тар, әрі қысқа болып шықты. Аспанда келе жатқан топ-тобық, өзі тіккен көйлектен де 2 есе үлкен айды көреді. Не істерін білмей сасқалақтаған тігінші тымдыққа кіріп тығылып қалады. Ай әрі іздеп, бері іздеп, тігіншіні таба алмай қалады. Содан бері ай көйлексіз жалаңаш қалыпты балалар. Туған ай, жарты ай, толған ай. 80 теңге дейді. Ал тағы не аласың Раяна? 2 теңге? 500 теңге екен, салып қой. Ал толғасын не айтамыз? Ал сен не айтасың? Неше теңге? Сіз алты. Бере ой ақшасын. Жалғыз саусақ тіпті де. Ұстай алмас жіпті де. Екі саусақ бірікті. Ине қолға ілікті. Неше жіп тұр мына жерде? Түстерін атап жіберші мынауға. Жарайсыңдар. Ал мынау не екен? Ал мынау не екен? Метр екен балалар. Енді балалар, сіз жұмыс бастамас бұрын ең бірінші қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек балалар. Балалар, осы қайшының жүзі, иненің ұшы бізге қолымызды жарақаттап алуымыз мүмкін. Сол үшін тек ата-аналарымыз, тәрбиеші апайлардың көмегімен ғана қайшыны, инені ұстауға болады екен. Бірінші мен қалай жиектеп тігіп жатыр, соны қарап алыңдар. Сендер де дәл солай қайталап беруіңіз керек, міне. Жиектеп тігу әдісі дейді бұны. Тігіншілер осындай жиектеп тігеді екен. Көрініп тұр ма балалар қайтып тігіп жатқаным мені? Жаңағы мен көрсеткен әдіспен, қане? Айсезім, соны жиектеп тігеміз. Бірінші столға берейін, кешір, мына сарыны берем, бұл да әдемі. Аламын. Қазір осы көйлегімді ұстап отыр. Қолдарың балалар ептеген тігінші сияқты сендердің. Қане? Туған айға қызыл көйлек кигіздік, жарты айға көк көйлек кигіздік, ал толған айға сары көйлек кигіздік. Тігінші болған ұнады тағы? Сосын тағы не ұнады? Қалан, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан. Балалар, сендер отанымыздың атын шығаратын адал азаматтар болуларыңа тілеймін. Сау болыңдар.